Викингтердің қабірінен Алла деген жазуы бар сақина табылған екен. Ақпаратқа сенсек, сонау 1200 жыл бұрын сол жерге денемен бірге жерленген. Сонда викингтер мұсылман ба, әлде арабтардың шабуылы ма? Тексеріп көрейік. Швецияның Бирка қаласындағы викингтер дәуіріне жататын сауда орталығында 9 ғасырдағы әйелдің қабірі табылған. Қолындағы сақинада Алла үшін деген жазуы бары рас. Зерттеушілердің сөзінше сақина Швецияға сауда жолдарымен келген болу мүмкін дейді. Ол қазір Швецияның тарихи мұражайының коллекциясына тиесілі екен. Зерттеушілер сақинадағы жазудың арабтың куфалық жазу үлгісімен қашалғанын айтады. Бұл жазу түрі 7 ғасырда пайда болып, 8-9 ғасырларда кең тарағанымен кейінірек оның орнын насх деп аталатын жазу стилі басқан. Ғалымдардың айтуынша жазудың бұрышындағы пішіні мен кейбір әріптік ерекшеліктер оның ерте кезеңдегі куфалық үлгісіне жататынын айтады. Бұл Бирка қорымы шамамен біздің заманымыздың 850 жылдарына жататын туралы мәлімдемелері сәйкес келеді. Зерттеу авторлары жазуда Иллалла деп жазылды деген болжамға келді. Алайда қолда бар деректер бұл болжамдардың ешқайсысын толық растамайтынын айтады. Сақинадағы жазудың нақты мағынасы ешқашан толық анықталмауы мүмкін екен дейді. Себебі жазу әлі күнге шейін дұрыс көрінбейді. Соған қарамастан оның араб және ислам мәдениетіне байланысты екенін анық айтып отыр. Ал сіз бұл құбылыс туралы не ойлайсыз?